сәлем, сіздермен Шолпан Сағадат. Бүгін әйелдердің құқықтарын, оның ішінде репродуктивті құқықты сөз етеміз. Оған елде жалпы әлемде болып жатқан жайттар итермелейтіні жасырын емес. Басталмас бұрын арнаға жазылып, лайк басуларыңызды сұраймын. Кеттік. Сонымен, әйел құқықтарын шектеуге қатысты соңғы уақытта орын алған резонансты жайттарға тоқталайық. Иранда орын алған наразылықтар сериясы жалғасуда. Әйелдер хиджабтарын өртеп, шаштарын қиып жатыр. Олар 16 қыркүйекте ауруханада қайтыс болған 22 жасар Махса Амини қайтыс болғаннан кейін билікке наразылығын осылай білдіруде. Иран шариғаттың қатаң ережелері бойынша өмір сүретін мемлекет. 1979 жылы төңкерістен кейін енгізілген ислам заңына сәйкес әйелдер өздерінің пішімдерін жасыру үшін шаштарын жауып, ұзын, бос киім кию керек. Құқық бұзушыларға қоғамдық айыптау, айыппұл немесе 16 жылдан 23 жылға дейін қамауға алу қаупі төнеді. Махса Аминидің жағдайына тоқталсақ. Күрдістаннан Тегеранға бара жатқан жолынан полиция қызды дұрыс келмеген хиджаб үшін ұстап алып, ұрып соққан. Артынан ауруханаға түскен Амини комаға түсіп, сол күйі оянбаған. Полиция инфаркт болған айтады, бірақ Аминидің туғандары бұған сенбейді. Олардың айтуынша қызда ешқашан жүрекпен проблема болмаған. Бастапқыда демонстранттар қыз емделіп жатқан Тегерандағы аурухана жанына жиналған еді. Сол күні наразылық білдірушілерге қарсы полиция бұрыш спрейін қолданып, кейбіреулерін қамауға алған. Ал 17 қыркүйекте ескертулерге қарамастан Саккезе қаласында жерлеу рәсіміне жүздеген адамдар жиналды. Олар диктаторға өлім сынды үкіметке қарсы ұрандарды айқайлады. Аминидің оқиғасы бүкіл Иран әйелдерін өз құқықтарын батыл қорғауға итермеледі. Әлеуметтік желілерде Махса Амини хэштегі бір аптадан аз уақыт ішінде шамамен 2 миллион рет пайдаланылған. Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, билік Аминидің өліміне қатысты тергеуді бастады. Күні кеше ирандық мораль полициясының басшысы лауазымынан босатылды. Әрине діни мәселелерге қатысты заңға өзгеріс енгізу қиын мәселе, кейде тіпті мүмкін емес. Алайда Махса Амини жағдайында басты мәселе хиджабта емес. Бастысы моральдық полицияның өз өкіліктерін асыра пайдалануында. Жағдай қайғылы нәтижемен аяқталмауы керек еді. Қазіргі мұсылман мемлекеттерінің көпшілігінде әйелдердің сыртқы келбетіне қатысты тыйымдарға деген көзқарас біртіндеп төмендеп жатқанын атап өту керек. Кейбір елдерде мұсылмандар тек діни киім киіп қана қоймай, жабық стильді қалайды. Сонымен қатар кейбіреулері хиджабты орамалмен алмастыруда. Бұл қателік деп саналмайды. Бастысы орамал басын жабады. Бір елдерде хиджаб бойынша өзгерістер еніп жатса да, жыл бойында өзінің миға қонымсыз тыйымдарымен әлі шектеле алмай жатқан Түркменстан әйел құқықтарын шектеуге байланысты заңдар қабылдауды жалғастыруда. Естеріңізде болса, осы жылдың сәуірінен бастап Түркменстан үкіметі әйелдерге қатысты бірнеше тыйымдарды заңдастырды. Оларға жеке болсын, қоғамдық болсын көліктің алдыңғы орындарына отыруға тыйым салынды. Әйелдерге жарқын макияж жасауға, кірпік пен тырнақ өсіруге, кеуде импланттарын салуға, ерінді үлкейтуге және қасты бояуға тыйым салынған еді. Оған қоса жұмыс істейтін әйелдерге қатты боянып, денеге жабысып тұратын киім киюге болмайды. Бұл тыйымдармен қатар шыққан, бірақ бұқаралық ақпарат құралдарының назарынан тыс қалған тағы бір тыйым жарияланған еді. Ол түсік түсіруге салынған тыйым. Негізі бұл тыйым заңға 2015 жылда еніп, биыл ғана жарияланып отыр. Жүктілікті тоқтата алатын мерзімді 12 аптадан 5 аптаға дейін қысқарту шешілді. Репродуктивті денсаулық мәселелеріне мамандандырылған түркмен дәрігері жаңа ережелерді сынға алып, алғашқы 5 аптаның ішінде әйелдердің көбі жүкті екенін білмей де қалып жатады деп мәлімдеген. Ал бүгінде бұл тыйым ауруханаларда сыбайлас жемқорлықтың өсуіне жол ашты. Азаттықтың дереккөздеріне сәйкес жүктілікті тоқтатқысы келетін әйелдер профилактикалық тексеру немесе кеңес беру ретінде жалған рәсіммен кіріп, акушерлерге пара төлейтін болған. Біріккен ұлттар ұйымының халық саны қорының мәліметтері бойынша Түркменстанда репродуктивті жастағы әйелдердің едәуір бөлігі контрацептивтерге қол жеткізе алмайтын жағдайда түсік түсіруге тыйым салынды. Халық саны қорының мәліметтері бойынша Түркменстанда 15 пен 49 жас аралығында 160 мыңға жуық әйел жүктіліктің алдын алғысы келеді. Бірақ қазіргі заманғы контрацептивтерді пайдаланбайды. Бұған бірнеше себеп бар. Ақпараттың болмауы, күйеуінен, жақындарынан қолдаудың болмауы, өз бетінше шешім қабылдау немесе контрацептивтерді сатып алу мүмкіндігінің жоқтығы. Консервативті түркмен қоғамында әйелдердің шамамен 60% түсік түсіру сияқты негізгі аспектілерге қатысты мәселелерді өз бетінше шеше алмайды. Репродуктивті құқықпен қатар әйелдің жалпы құқықтары шектелген елде қашан тәртіп орнары әзірге белгісіз. Ал енді біздің елдегі жағдайға үңілейік.
Ұят емес, жыныстық ағарту жобасын жүргізетін Қарлығаш Абаеваның ақш пен Қазақстандағы әйелдердің репродуктивтік құқықтарын салыстыратын мақаласының негізінде мәселені қарастырып көрейік. Алдымен репродуктивті құқықтың не екенін айқындап алайық. Бұл репродуктивті денсаулық пен дене дербестігімен байланысты адам құқықтарының классы. Оларға отбасын жоспарлау, контрацептивтерді қолдану, мектептерде жыныстық білім алу, жүктілікті тоқтату және репродуктивті денсаулық қызметтеріне қол жеткізу құқығы кіруі мүмкін. 1973 жылы ақш-та әйелдердің репродуктивті құқықтары тұрғысынан тарихи оқиға болды. Жоғары сот әйелдердің түсік жасатуға конституциялық құқығын бекітті. 50 жыл бойында жалғасын тапқан құқық осы жылдың 26 маусымында тоқтатылды. Добс Джексонның әйелдер денсаулығы ұйымына қарсы істе ақш жоғары соты көпшілік дауыспен конституция түсік тастау құқығын бермейді деп шешті. Негізі сенуге келмейтін дүниесінді. Не дегенмен ақш барлық әлем үшін адам құқықтарын жоғары қоятын ел. Бүгінде 22 штатта бұл норма қабылданып үлгерді. Конституцияға өзгеріс енбей тұрып ақ 13 штатта жасанды түсік жасату тек белгілі нормаларға сәйкес жүретін. Мысалы, Арканзас штатында 2019 жылы қабылданған адам өмірін сақтау акті қабылданған. Оған сәйкес түсік тек ананың өміріне қауіп төнсе ғана жасатуға болады. Ал түсік жасауға әрекет еткені үшін медицина қызметкерлері 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылады, немесе $100,000 көлемінде айыппұл төлейді. Ал жақында Индиана штатында зорлық көрген 10 жасар қызға түсік жасаған үшін акушер-гинеколог саясаткерлер мен ұлттық бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан жаппай қудалауға ұшырауда. Осы жылдың 15 қыркүйегінен бастап Индианада түсікке абсолютті тыйым салынған. Ескеретін жайт, жоғары федералды сот болса да, әр штат өз актілеріне өзгеріс енгізуге құқылы. Ал енді Қазақстанға келетін болсақ, біздің елімізде қазақстандықтардың репродуктивті құқықтарын бекітетін негізгі құжат халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының кодексі. Бір қызығы, онда репродуктивті құқықтардың анықтамасы жоқ, бірақ репродуктивті денсаулық ұғымын келтіреді. Адамның денсаулығы оның толыққанды ұрпақты көбейту қабілетін көрсетеді. Аборт жасау процедурасын Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы жүктілікті жасанды түрде үзу ережесін және медициналық әлеуметтік көрсеткіштер тізбесін, сондай-ақ жүктілікті жасанды үзу үшін қарсы көрсеткіштерді бекіту туралы бұйрығы толығырақ реттейді. Осы құжатқа сәйкес әйел жүктілікті келесі жағдайларда тоқтата алады. Жүктіліктің 12-ші аптасына дейін, әлеуметтік себептер бойынша жүктіліктің 22-ші аптасына дейін, медициналық себептер бойынша әйелдің немесе ұрықтың өміріне қауіп төнсе. Бірақ біздің заңдар көбінесе өмірде қолданылмай жатады. Біз репродуктивтік құқығымызды қорғай алмаймыз. Әсіресе ұрпаққа келгенде бәрі әлеуметтік қысымға байланысты болады. Орта әрдайым басы бостарға қысым көрсетеді. Үйленгенің, бала туғанын күтеді. Әрине, демография тұрғысынан ұлан-ғайыр елді саңалы әрі салиқалы ұрпақпен толтыру ниеті шартты. Адами капитал бүгінгі күннің ең маңызды ресурсы. Дегенмен ниеті жоқ, яғни қазіргі тілмен айтқанда child-free-лерге, баланы асырауға қаражаты жоқтарға қысым жасаудың қажеті жоқ. Әркім өз таңдауын өзі жасайды. Бұл орайда біздің елде ересек халықты ағарту немесе контрацептивтерге қолжетімділікті жақсарту ешқайда қарастырылмайтынын атап өту керек. Мектепте жасөспірімдерге жыныстық тәрбие сағаттарын енгізу мәселесі әлі де қарастырылып жатыр. Уақыт өте көптеген елде әйел құқықтары шектелмей, қажетті деңгейде қорғалып, моральдық тұрғыда 10 дәрежеге жетеді деп үміттенемін. Оған қоса әйелді тек ұрпақ көбейтуші рөлінде көрмей, қоғамның толыққанды өмірге, еңбекке, білімге, ер адаммен құқығы тең тіршілік иесі ретінде көреді деп сенемін. Талқыланған тақырып бойынша ойыңызды видео астына қалдырып кетіңіз. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қолдауларыңызға алдын ала алғыс білдіремін. Келесі кездескенше.